Орталық Азияның қазіргі әлемдік көрінісін өзіңіз білесіз. Централ Азия Plus One әр үлкен державалардың бір форматы бар. Осы аймақта өзінің қызығушылығы дейік әркімнің. Ең бастысы Орталық Азия аймағы логистикалық орталық. Әрбірінде қазба байлықтары бұл үлкен күштердің осы аймаққа деген қызығушылығын тудырып тұр. Сол әлемдік көрінісі. Орталық Азияда әр мемлекеттің өзінің орны бар. Айтарлықтай әсер ететін бәрі де маңызды, бірақ Тәжікстан ол бүкіл мынау ағып жатқан Амударияны толтыратын сулардың бастауы ғой. Сондықтан бұл ел бізді Ауғанстанмен бөліп жатыр ар жағынан. Екінші сулардың бастауы. Су қауіпсіздігінен ең маңызды рөл атқаратын мемлекет. Өзбекстан мен Тәжікстан мәселесі өздеріңіз білесіздер, Ислам Каримов кезеңінде біраз тоқырауға ұшырады. Жағдай міне Шавкат Мирзиёевтің келуімен 2018-ден бастап жанданды. Бұл сауданың дамуына, басқа жібуіне, мынау Орта Азия мемлекеттерінің ішіндегі сондай қарама-қайшылықтарының бітуі Орта Азияға пайдалы. Аймақ бір-бірімен тыныш болса, ара жағы жақсы болады деген ойдамын.